Армысыздар, құрметті телекөрермендер және де студенттер. Қайырлы кеш, достар. Hello. Hi. Good evening. How are you doing? Ағылшын тілін үйренуге арналған телесабағымызға қош келдіңіздер. Adverb – үстеу. Іс әрекеттің сипатын немесе сапаның дәрежесін білдіретін сөз табы. Үстеулер жасалу тәсіліне қарай бөлінеді. Бірінші – жай, бір түбірден ғана тұратын. Мысалы, soon, біраздан соң, here, мұнда. Екінші – туынды, сын есімдерден немесе кейбір зат есімдерден ly суффиксінің көмегімен жасалады. Мысалы, bad, badly, жаман, жаман, usual, usually, әдеттегі, әдетте. Үшінші – күрделі, бірнеше түбірден тұратын. Мысалы, sometimes, кейде, anyway, қалайда. Және де төртінші – құрамдас, бірнеше сөзден тұратын. Мысалы, at first, алдымен, in a friendly way, ынтымақтастықпен. Мағынасына қарай үстеулер бөлінеді. Бірінші – қимыл сын үстеулері. Well, жақсы, quickly, тез. Екінші – мезгілдік үстеулер. Today, бүгін, yesterday, кеше, never, ешқашан. Мекендік үстеулер. Outside, сыртында, inside, ішінде, here, мұнда. Төртіншісі – мөлшерлік үстеулер. Much, көп, little, аз, too, тым. What's the season now? Қазір қандай жыл мезгілі? It's spring. Қазір көктем. What seasons do you know in the year? Қандай жыл мезгілдерін білесіздер? They are winter, autumn, summer and spring. What's a lovely day, isn't it? Қандай ғажайып күн, солай емес пе? Yes, it is. Yeah, солай. Do you like spring? Саған көктем ұнай ма? Yes, it is. Yeah, ұнайды. Do you know any poems about seasons? Сен жыл мезгілдері туралы бір тақпақтар білесің ба? Yes. Менің есіме бір тақпақ түсіп кетті. Ол келесідей мен жазамын, сосын сіздер оқушылар оқисыздар. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Аха, аудармасы қандай? Айы? Spring is green. Көктем ол жасыл, жаз ол жарық. Көз ол сары, және Қыс ол ақ. Менің есіме бір тақпақ түсіп кетті. Stop falling around and having a ball. The summer is over. Look out, it's fall. Енді fall дегеніміз мұнда autumn деген сөзіне, яғни бұл синоним сөздер. Autumn ол British, яғни Британияда autumn деп айтады. Ал fall ол американдық ағылшын тілінде айтамыз. American. Fall сөзі естік ретінде құла болып аударылады. Және күзде жапырақтар ағаштардан құлағандықтан американдықтар fall деп атап кеткен күзді. Оқушылар, енді сіздерге бір тапсырма бар. Мына жердегі суреттерге қарап, қазақша баламасын табу. Мен сіздерге ағылшыншасын айтам бар. This is sun. Күн. Sun, күн. Келесі. This is snow. Қар. Қар. Snow, қар. Келесі. This is rain. Жаңбыр. Rain, жаңбыр. Келесі. This is fog. Тұман. Fog, тұман. This is cloud. Бұлт. Cloud дегеніміз бұлт. Келесі. This is storm. Дауыл. Дауыл. Storm, дауыл. This is wind. Жел. Жел. And that's all. Егерде біз осы сөздерге y әрпін жалғасақ, онда ол сын есім болады. Мысалы, wind, windy, жел, желді. Sun, Sunny, sunny, күн шуақты. snow,
Snowy. Қарлы. Rain. Rainy. Жаңбыр, жаңбырлы. Fog, foggy. Тұман, тұманды. Cloud, cloudy. Бұлт, бұлтты. Storm, stormy. Дауыл, дауылды. Сіздерде сұрақ туындады ма, неліктен мына жерде екі еселеніп кеткен? Егер де бір түбірді, яғни бір буынды сөз болса, ең соңғы дауыссыз дыбысқа бітсе, және оның алдында дауысты дыбыс тұрса, онда соңғы дауыссыз әріп екі еселеніп кетеді. Мысалы, sunny деген сөзде және foggy деген сөзде. Сонымен қатар Hot. hot, ыстық. Wet. Wet, дымқыл. Cold. Cold, суық. Dry. Dry, құрғақ. Келесі warm. Warm, жылы. What is the weather like today? Бүгін ауа райы қандай болып тұр? Ауа райын сұраған кезде осы сөйлемді қолданамыз. What's the weather like today? Жауап бергенде, it is. немесе it's rainy. Кейде today деген сөзде қоссақ болады. It's rainy today. Бүгін жаңбырлы болып тұр. It's sunny today. Бүгін күн шуақты болып тұр. Ая, what's the weather like today? Бүгін ауа райы қандай болып тұр? It's sunny and warm. What's the weather like in spring? It's rainy and wet. Wet. What's the weather like in summer? Адлет. In summer, it's hot and sunny. Ыстық және күн шуақты. What's the weather like in autumn? It is cold Cold, and raining. rainy, Rainy and дымқыл да. yes, and wet. What is the weather like in winter? Қыста ауа райы қандай болады? It's snowy, Snowy, cold, cold, very cold. very cold, and frosty. Frosty, аязды. Is it cloudy? Yes. Yes, It's often cloudy, yes. yes. Is it stormy? Yes. Sometimes in Sometimes, Karaganda it's yes. stormy. Yes. Okay, is it wet? Sometimes. Yes. Is it dry? Also sometimes. I like spring. It's my favorite season. And what season do you like? What season do you like? Сізге қандай жыл мезгілі ұнайды? Яғни сұхбатшыдан қай жыл мезгілі ұнайтынын сұрау үшін осы сұрақты қолданамыз. Енді Талғаттың сұрағына жауап берейін. I like spring. Is it your favorite? Yes, it's my favorite because in spring it is warm, sometimes rainy, and there are a lot of green. Маған көктемнің ұнау себебі көктемде бүкіл жер жасыл болады, жылы және кейде жаңбыр жауып тұрады. And I like spring because there are a lot of flowers such as tulips, violets, snowdrops. Және көктемді ұнататын бір себебім, өйткені көктемде көптеген гүлдер гүлдейді. And what season do you like? I like winter because in winter I can play snowballs. Қар атысып ойнағанды ұнатасыз ба? Yes, yeah. I like autumn because there are much fruits and Many fruits, yeah? Many қолданбайды. fruits. Okay. And you? I like summer because I can swim in rides and ride bikes. Can swim where? River. River. Өзенде, иә? Және ride bikes. Yes. Велосипед тебе аламын. And what do you like? I What like season do you summer like? too because we have a long holidays. Okay. Демалыс ол өте маңызды. Yeah. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталып келе жатыр. Сіздерге тапсырма 2 тақпақты жаттап
келу, және сұхбатшыдан ауа райы қандай екенін қалай сұрау, және қандай жыл мезгілін ұнататын сұрауды жаттап алу. Және жаңа сөздер. Жазып алыңыздар. Excuse me, what time is it? It is 12 o'clock. Thank you. What is your name? My name is Diana. My name is Shizra. Nice to meet you. You too. Where are you from? I'm from Shymkent. Oh, nice. How's the weather there? Shymkent's weather is sunny and hot. Oh, nice. Do you like our weather? Honestly, no. I know, it's very cold here. Yes, and it was raining cats and dogs yesterday, whole day. I guess you like hot weather. Exactly. I like when it's sunny, hot in summer, and it's chilling in winter. Oh, nice. How do you like our weather? Oh, it's hard for me. I like when it's cool, and I really like when it's raining. Really? Yes. Ауа райы қалай? How's the weather? How is the weather? Ауа райы жақсы. The weather is fine. The weather is fine. Ашық. Bright. Bright. Жаман. Bad. Bad. Қапырық. Muggy. Muggy. Тұманды. Damp. Damp. Аязды. Frosty. Frosty. Желді. Windy. Windy. Ауа райы түзеліп келеді. The weather is improving. The weather is improving. Бүгінгі күн қандай тамаша? What a lovely weather. What a lovely weather. Бүгін күн суық бекен? Is it cold today? Is it cold today? Аяз болып тұр. It freezes. It freezes. Қар жауып тұр. It's snowing. It is snowing. Жаңбыр жауып тұр. It's raining. It's raining. Иә, шелектеп құйып тұр. Yes, it's raining cats and dogs. Yes, it's raining cats and dogs. Қар жауып тұр ма? Is it snowing? Is it snowing? Біздің жақтың ауа райы ұнап тұр ма? How do you like our weather? How do you like our weather? Аспанға қараңыз. Look at the sky. Look at the sky. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How's the weather today? Let's look outside. How's the weather? Is it sunny today? Let's look outside. How's the weather? Is it rainy today? Let's look outside. How's the weather? Is it cloudy today? Let's look outside. Is it snowy today? How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How's the weather today? Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Шет тілін білу және сол тілде еркін сөйлеу бұл заманауи және табысты адамның жетістігінің бірі.
Бізбен бірге ағылшын тілін үйренуге күніне 15 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, уақыт өте келе ағылшын тілінде еркін сөйлей аласыздар. Сіздермен бірге болған әріптесім Талғат және Жазира. English for you. Ағылшын тілі сіздер үшін. Goodbye. Bye.